Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Сабаққа қажетті құрал-жабдықтарымыз дайын болса, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы фетр матасынан сөмке жасау. Сабағымыздың мақсаты білім алушылардың танымдық қасиеттерін дамыта отырып, өз қолдарынан сөмке жасау. Жас ұрпаққа осы заман талабына сай өзгеріп келген киізбен жұмысты үйрету негізінде ұлттық өнерді қастерлеуге, дәстүрді сақтауға тәрбиелеу. Бағалау критерийлері. Балалар, сіздерді төмендегі критерийлер арқылы бағалайтын боламын. Жаңа тақырыпты меңгерулеріңіз, фетр матасы мен сөмке жасауларыңыз, жасалған сөмкенің әшекейленуі, яғни жоғары талғаммен, аса шеберлікпен әшекейлегендеріңіз бағаланатын болады. Балалар, біз енді фетр дегеніміз не, соған тоқтала кететін болсақ, фетра дегеніміз жануарлардың мата, киіз, шұға бұйымдарын жасауға жарамды және белгілі бір физикалық қасиеттері бар түк немесе талшықтан жасалған маталық емес материал. Фетра матасын өңдеу технологиясы жүнді өңдеу технологиясымен бірдей болып келеді. Фетраға көбіне синтетикалық маталар көп араластырылады. Фетрадан әртүрлі бұйымдар жасауға болады. Олардан түйреуіш, алқалар, сырға, жилет, яғни қыздар аксессуарларын жасауға болады. Фетра әртүрлі болып келеді. Таза жүннен жасалған, жартылай жүннен жасалған, акрилді фетра, жасанды, синтетикалық қоспасы бар фетра болып бөлінеді. Келесі фетрадан жасалынған бұйымдарға назар аударыңыздар. Балалар, біз фетрадан сөмкемізді жасамас бұрын, біріншіде техника қауіпсіздік ережесін есте сақтауымыз қажет. Ол үшін жұмыс барысынан бұрын керекті құрал-жабдықтарды түгендеуіміз қажет. Инені арнайы ине салғышта немесе жастықшаға түйреуіміз қажет. Қайшыны ашық ұстамай, ұшынан ұстап сабынмен беруіміз қажет. Жіптерді қолмен үзбей, қайшымен құю керек. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сабағымызды пысықтау мақсатында фетрдан сөмке жасап көрсететін боламын сіздерге. Фетр матасынан сөмке жасайтын боламыз. Мына бізде фетр матасынан жасалынған сөмкелер. Бұны қалай жасайтын сіздерге қазір көрсететін боламын. Ол үшін ең бірінші бізге қажетті құрал-жабдықтармен танысып алайық. Бізге бірінші фетр матасы қажет, ең әуелі. Сосын қайшы керек болады. Сосын бізге ине, жіп, сонымен қатар ыстық клей қажет. Және де өзімізге ұнайтын моншақтарды да алуымызға болады. Біз біріншіде сөмкеміздің негізгі бөлімінен бастайық. Ол үшін біз қағазға осылай сөмкемізді басып, сызып, қағазға қиып аламыз да, фетр матамыздың үстіне әкеп қиямыз. Қайшымен қиямыз. Біз енді осылай қиып алдық. Екінші бетінде осылай қиып аламыз. Содан кейін екі бетті бір-біріне қосатын боламыз. Балалар, осылай біз сөмкеміздің екі бетін дайындап қиып алдық. Екі беті де дайын. Біз енді бұл екеуін бір-біріне қосатын боламыз. Біз бұлай тігіп шығамыз. Айналдырып. Бірінші біз бір бетін жасап алайық. Бірінші бір бетін осылай айналдырып тігіп шығамыз. Одан кейін келесі бетке алып барып, екінші бетін тігеміз. Бұны қолмен тігуге де болады, немесе машинаның көмегімен тігуімізге де болады. Сіздерге қалай ыңғайлы, солай тігеміз. Яғни машинаның көмегімен біз осылай сөмкемізді тігіп шықтық. Айналдырып отырып тіктік. Екі жағынан қатар тіктік. Осылай шықты. Жаңағы қиып алған матамызды осында әкеп жалғадық. Енді бізде осындай сөмке. Біз бұны әшекейлеуіміз керек. Бұны қалай әшекейлейміз? Мыналар сияқты әшекейлеп өтуіміз керек. Ол үшін біріншіде біз гүлдің бетінде тұрған гүлдерді жасаймыз. Гүлдерді сіздермен бірге жасайтын боламыз. Бізде балалар қақпақтың көмегімен бұл жерге шеңберлер сызамыз да қиып аламыз. Міне, осылай қиып алдық. Бұларды біз қазір бір-біріне жалғайтын боламыз. Яғни гүл жасау үшін.
стойкаға уже ұстаймыз да. Бұны біз инемен жіптің көмегімен біріктіретін боламыз. Burayımızda biz ekol шықты. Енді біз гүлімізді сөмкеміздің бетіне жапсыратын боламыз. Бұны біз ыстық клейдің көмегімен жапсырамыз. Клейімізді қыздырып, бірінші түбін жапсырамыз да, сосын әр жапырақтың шетінен жапсырып шығатын боламыз. Біздің сөмкеміз міне дайын болды. Мен өзіме ұнайтын моншақтарды жапсырып, осылай өзімнің немен әшекейледім, өз фантазиям бойынша. Енді сіздер өздеріңіздің шығармашылықтарыңызға байланысты ол сөмкені басқалай түрде әшекейлеулеріңізге болады, және де көрсетілген үлгі бойынша сөмке жасап платонс жүйесіне жүктейсіздер. Сол жерден суреттеріңізді көріп, мен бағалайтын боламын. Және бізде бұл фетрдің неше түрлері бар, және неше түрлі жасауымызға болады. Біз мына сөмкенің шетін өздеріңізге ыңғайлы әртүрлі тігістер арқылы сөмкенің шетін тігіп шығуларыңызға болады, кестелеп шығуларыңызға болады. Мына сөмкеде көрсетілгендей, бұл міне бізде көк фетрмен жасалынған, ақ пен көкті қиыстырып жасалған сөмке. Мына жерде жаңағы күлгін фетр қолданған, сары фетр қолданған, және де қызыл фетр қолданған. Сіздерден де осылай сөмкенің неше түрлі үлгілерін күтетін боламын. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.